Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен тағы да Арайдың асханасы. Көпшілік осы бризоль тағамы дұрыс шықпайды деп жатады. Сол үшін оңай жасалу жолымен көрсетемін. Дәмі де өте дәмді болып шығады. Осылай гарнирге күріш пісіретін боламыз. Алдымен майдалап туралған пиязды саламыз, немесе блендерден өткізіп алсаңыздар да күшті болады негізі. Кішкене тұз сеуіп, қолымызбен жақсылап пияздың соғы шыққанша езіп аламыз. Одан кейін фаршымыз салып, тағы да жақсылап тұрып еземіз. Пияздарымыз жұмсақ болуы керек, қыздар. Одан кейін видеода көрсетілгенде осылай 3-4 рет дәл видеодағыдай жасап жіберіңіздер, бір-біріне жақсы нығыз алу үшін. Одан соң фарштарымызды алдын ала осылай дайындап аламыз, қыздар. Енді оларды көз мөлшерлеп те жасай берсеңіздер болады. Осылай бір уыздан жасаймыз. Гарнирін пісіріп қоямыз, күрішімізді салып, күріштеріміз тал-тал болу үшін кішкене сұйық майды қосып жіберіп, күрішімізді 2-3 минуттай қуырып аласыздар. Одан кейін дәміне қарай тұз салып, суымызды құйып, қайнап шыққаннан кейін асты баяу отта бір 30-35 минуттай пісіріп аламыз ғой. Енді бір жұмыртқамызды осылай жарып аламыз. Одан кейін бір фаршымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Фарштарымызды да іртік болмауы керек. Бір масаға жеткенше араластырып аласыздар. Қызып тұрған табамызды алдымен майлап аламыз да, сөйтіп біздің осылай бризоліміз саламыз. Жақсылап барынша жайылғанша жайыңыздар, қыздар. Қатты жұқа немесе қатты қалың болмауы керек. Осылай жай-жайлап бір тегістеп жайып шығамыз да, асты орташа отта 3-4 минуттай пісіріп аламыз, қыздар. Табаларыңызда қатты қызып кетпесін, күйіп кетпесін, сондықтан қараңыздар. Асты толықтай пісіп шықты, енді келесі бетіне аударамыз. Келесі беті де дәл солай 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке пісіп шықты, қыздар, көрдіңіздер ма? Ешқандай жыртылмай, ажырамай, дәл осылай біркелкі болып піседі. Арасына негізі салат салуға болады. Мен салатты салғым келген жоқ. Осылай кетчуп пен майонезді кішкене ғана құйып, бір тегіс етіп жайып, бірден орап аламыз. Мінеке жайлап ораңыздар, арасы жыртылып кетпеу үшін. Мінеке біздің бризольдарымыз дайын болды, ал салатты мен қасына бөлек ұсынайын дедім. Өйткені бризольдің ішіне салғаннан кейін салаттарымыз андай огурцы, помидорларымыз қатты езіліп кетеді ғой. Сол үшін салатты бөлек ұсынғандарыңыз дұрыс. Осы майдалап турап алып, дәміне қарай тұз салып, оливковое масло қойып жүрсеңіздер де пайдалы болады. Дәл осылай ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің де отбасыма қатты ұнады. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.